Жүктіліктің 6-шы аптасында эмбрионның ішегі қалыптаса бастайды. Нәрестенің жағдайы: басы қалыптаса бастайды және ұрықтың ішкі органдары қалыптасуын жалғастырады. Көздерінде түсті пигмент және тор қабаты пайда болады. Аяқтары дамып, тізелері мен шынтақтары бүгіледі. Қолдары жұдырықша болып, жиналып, саусақтары шыға бастайды. Нәрестеңіздің ішегі қалыптасуда. Жыныс мүшелерінің дамуы жалғасуда. Ультрадыбыстық зерттеу мидың 2 жарты шарын анық көрсетеді. Ананың жағдайын баяндайтын болсақ, жүктіліктің 6-шы аптасында жатырыңыз ұлғая бастайды, бірақ бұл әлі байқалмайды. Ол жамбас сүйегінің астында орналасқан, сондықтан оны сезбейсіз, бірақ етеккірдің алдында болатындай аздап түйілу болуы мүмкін. Сонымен қатар, жатырдың ұлғаюына байланысты іштің төменгі жағы ауырсынады. Бұл белгілер жұмысқа қабілеттілікті айтарлықтай төмендетеді және күнделікті жасайтын іс-әрекетке әсер етеді. Сізге айтар кеңесіміз: артық жұмыс жасамауға тырысыңыз, ыстық ванна қабылдамаңыз, жарақаттанудан және құлап қалудан абайлаңыз, ауыр салмақ көтермеңіз, ішімдікті және қатты әсер ететін дәрілерді ішпеңіз. Құрметті болашақ ана, сізге осы ақпараттар пайдалы болған болса, қазақша арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған жазылып және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесіде сізге бұдан да пайдалы ақпарат ұсынатын боламын. Сіздің жүктілігіңіз қалай өтуде? Төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыз.